Ассалаумағалейкум баршаңызға. Кәсіпкерлер әлеміне жол ашқыңыз келеді ме? Мен сізге бұл жолда көмектесуге дайынмын. Есімім Мұрат Төлеген, қарапайым миллиардермін. Роберт Киясакидің «Богатый папа, бедный папа» деген кітабын оқыдым. Сол кезде қатты қиналып жүрген Мұрат Төлеген, 3 кредиті бар мойнында, қатты бір күйзелісте, ана кредитті қалай төлеймін деген сияқты, енді не істесем болады, қалай істесем болады, қалай бастасам болады деген нәрсені өз басымнан өткіздім. Ең алғашында менде 50 мың теңге ғана болды, жолдасымнан алған. Осы 50 мың теңгеге біз Алматы қаласында Альфа KZ деген бізде сайт бар болатын. Сол сайт арқылы біз компьютер сатып алдық. Есімде Мон деген компания. Альфа KZ-ті дәл қазір теріп көрсеңіздер, ол әлі де істеп тұр. Дәл қазір сіздер де компьютер жинап аласыздар, оның ішінде өте жақсы, тиімді бағада. Сол компьютерді біз өзіміздің районға, регионға алып келіп сата бастадық. Үржарда есімде менің компьютерім деген дүкендер аштық. Бірақ дүкендерді ашпай тұрып, мен не істедім? Дәл сіз сияқты мынандай буклеттер жасадық. Буклеттерді базарларға жабыстыра бастадық. Былайша айтқанда, адамдарға ең жақсы қызметті жасай бастадық. Біз сарафанный радио деген бізге жұмыс жасады ғой. Адамдарға біз айтатынбыз: біз саған ойынды жазып береміз, киноны жазып береміз, және де компьютерді үйретіп береміз. Тек компьютер алсам болды. Және де біз саған 3 жыл гарантия береміз деген сияқты. Нарықтағы ең жақсы тиімді бағаны предлагать еттік. Ол кезде есімде нарықтағы бағалар, компьютердің бағасы 160-170 мың теңге болатын. Ал біздің сұнылған бағаларымыз нарықта 75-85 мың теңген шамасында болды да. Бізде уже конкурентоспособный өте жақсы бағалар болды. Одан кейін алған бағамыз біздің 35-40 мың теңген шамасында болды. Біз былайша айтқанда почти бірге бір пайда көріп отырдық. Бірақ та бұл жерде шынымен еңбек еттік. Әрбір адамға баратынбыз, орнататынбыз. Былайша айтқанда сервис деген нәрсені әбден жақсы өткіздік. И клиент ориентированность деген нәрсе бар, өте маңызды. Бұл жерде 4P деген нәрсе бар. Сіз осы нәрсені өте маңызды өзіңізге, қаперіңізге сақтау керексіз. 4P деген мысалы үшін сатудың техникасы. Сіз егерде былайша айтқанда өз-өзіңізді сата алмайтын болсаңыз, өніміңізді сата алмайтын болсаңыз, онда сіз былайша айтқанда жетістікке жете алмай қалуыңыз мүмкін. 4P-ді сіздерге ашып үйретейін, бәлкім дәл осы жерде сіздерге бір жақсы бір кейс болып кетер. Мысалы қараңыз, 4P деген ең бірінші бұл приветствие. Адамдарды күтіп алу керексіз. Дұрыс есіктен кірген кезде дүкеніңізге саған не керек деп алдыңыздан атып шығатын болса, онда әрине сізден етпейді. Жылы жүзбен, жылы көзбенен, қас қабағына қарап отырып, адамды күтіп аласыз. Сәлеметсіз бе? Есімім Мұрат Төлеген. Мен осы менің компьютерім деген дүкеннің менеджерімін деген сияқты. Адамды күтіп алдыңыз. 4P. Бірінші приветствие бітті ма? Одан кейін екінші приветствие адамдарда выявление потребности. Біз адамдарға үнемі потребності, былайша айтқанда, мен үнемі электроника сататым ғой. Мысалы, телевизор алуға бір кісі келді деп ойлаңызшы. И сізге кіреді, маған телевизор керек еді деген сияқты. Сіз айтасыз ол адамға, телевизорды залға қоясыз ба, кухняға қоясыз ба, қай бөлмеге кетеді? Ол бөлмесін айтқан кезде уже диагоналы белгілі болады сізге. Онда мен сізге мынандай үлкен бір телевизорды бере аламын. И адамдарға телевизордың өзін сатуға болмайды. Бұл жерде адамдарға бұл өнімді пайдаланғаннан кейінгі жәнегі ощущение бар ғой, соны сатуыңыз керексіз. Мысалы, кресло сатқан болсаңыз, егер бұл креслоға сіз отырған болсаңыз, онда сіздің беліңіз ауырмайды деген сияқты. Біз телевизорларды сатқан кезде адамдарға айтатынбыз: мына телевизордың ішінде қараңызшы, мына жерде кнопка бар, Яндекс деген. Сіздің 2 жастағы балаңыз алады да, жәнегі Алиса деген балаңыз алады да: привет, Алиса. Ана Алиса, привет деп. То есть 2 жастағы балаңыз да ана кісімен сөйлесу арқылы өзінің керек мультфильмдарын, керек контенттарын қосып алады. Осындай бір пайдалы бір құндылықтарды беру арқылы ана кісі қызығады да. И ең самый лучший продавец не выявляет потребность, а создает потребности в голове клиента деген нәрсе бар. Осы өте маңызды да. Потом презентация товары. Презентация кезінде адамға жақсылап тұрып, жәнегіде ана өнімді пайдаланғаннан кейінгі құндылықты беру керексіз. Потом ең соңында продажа. Продажа кезінде возражениені жақсылап тұрып жабу керек.
возражениені қалай жабу керек екені, бұл енді иншалла продажаны моменттарда. Одан кейін сатасыз. Сатқан кезде адамдарға прямой продажа жасауға болмайды. Сіз айтасыз, сіз несиеге оформить етесіз бе, әлде наличка төлейсіз бе деген сияқты. Ол кісі айтады да, несиеге. Түсініп тұрсыз ба? То есть бұның бәрі этаптар продажаның. Бұл продажаның этаптарын біз қайда үйрендік? Розницада адамдармен сөйлесіп жүріп үйрендік. Адамдардың құндылықтарын білу арқылы, осы дүниелерді білу арқылы жақсы бір сата алғанның арқасында иншалла осы дүниені мен өзімнің командама, адамдарға және де маған жәнегі өзімнің менторствома келген адамдардың бәріне де үйреттім де. Ол адамдар келу арқылы өзінің жеке брендтарында жақсы дамытып кетті. Ол өзінің кәсібінде, басқа нәрсесінде өзінің презентовать ете алатындай бір деңгейде болды да. Өзіміз осы электроника саласында жүргеннен кейін, осы Майком саласында оған жақын не нәрсе күшейтеді, не нәрсе оны дамытады деген нәрсе бізде ой болды да. И біз уже масштабына қарай бастадық. Не нәрсені біз Қазақстанға оптом сата аламыз, не нәрсені шетелге экспорттай аламыз деген сияқты. Осы арқылы тағы да бір келесі, тағы да бір бизнес құрала қалды бізде. Ойва деген бір электрониканың брендін құрап шықтық. Біз Қазақстанда ең алғашқы Ойва деген бір брендті қалыптастырдық. Ойва деген бренд газовый плиталар құрайды. Ойва.kz десеңіздер көресіздер. Бұл жерде біз Қазақстан нарқына газовый плиталар, строевой поверхностьтар, вытяжкалар деген сияқты осындай бір дүние шығардық. Морозильниктер шығардық. Одан бөлек тағы да бір салаларымыз біздің құрылыс саласында бармыз, недвижимость. Туған ініміз екеуміз бірігіп Аягөзден Бәйтерек деген торговый центр салдық. Үржардан Үржар Плаза деген торговый центр салдық. Одан қазір иншалла тағы да бір проектлі жобаларымыз бар, бірнеше саладағы. Мен сіздерге айтарым, өздеріңізді де жәнегі масштабқа шығарғыларыңыз келетін болса, өздеріңізге бір тәжірибелі бір кәсіпкерлердің жолын ала салыңыздар. И сіздер жол қысқартасыздар да. Біз осындай бір кит кәсіпкерлер қауымдастығын құрап шықтық қазір. Сіздерге осыны көрсететін болсам, қазір ортамызда 400-ге жуық кәсіпкерлер бар. Өте Қазақстанның ірі кәсіпкерлері осы ортада жәнегі өзінің тәжірибесімен бөліседі. Осы жерде біз де сіздерге өз тәжірибемізді бөлісу мақсатында, сіз сияқты жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлер масштабқа шығу мақсатында осындай бір үлкен бір дүниені құрап жатырмыз. Иншалла бір жерде болайық, сіздердің проектларыңызды талқылайық, оның бір масштабқа шығу точкаларын бекітейік, және де четкий бір фокус қойып масштабқа шығарайық. Өте оңай достар, бірге жұмыс жасайық.